Баршаңызға сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Рыбакина, Джерута, Чиншанло сынды спортшылардың биік көрсеткіштерін Қазақстан жеңісі деп қабылдауымыз керек пе? Аталған бірнеше кейсті жеке қарастырып көрейік. Өткенде ғана әлемдік деңгейде Қазақстанды танытып, Уимблдонды жеңген Рыбакинаны мадақтаудың орнына қазақ емес, бұл жақта тумаған деп сөкті. Енді кениялық спортшыны да әлеуметтік желіде сынға алып жатыр. Осы жылдың наурыз айында Қазақстан азаматтығын алған Кенияның тумасы Джерута қазіргі әлем чемпионатында алтын жүлденің басты фавориті. Биыл Қазақстан азаматтығын алған жалғыз ол емес, одан басқа 4 кениялық спортшы бар. Айта кетері, Нора Қазақстан атынан 2018 жылдан бері жарысқа қатысып жүр. Бірақ есімі тек айтарлықтай нәтиже көрсете бастағанда, яғни дәл қазір елде қызу талқыланып, танылып жатыр. Бұл жерде әрбір спорт түрінде жүйе өзге екенін, әрі легионерлер мәселесін көбі түсінбейтінін ескеру керек. Рыбакинаға тоқталайық. Ол Ресейдің тумасы болғанымен Қазақстанға 19 жасында көшіп келіп, дәл осы елдің атынан үлкен жарыстарға қатысып жүрген спортшы. Ол тенниске қадамдарын сол жақта жасап, алғашқы жарыстарды сол жақта бастады. Бірақ ол жақта үлкен жарыстарға қатысу үшін оған жаттығуға арналған корт, жалпы жағдай керек болды. Өзі кедей отбасынан шыққандықтан мүмкіндігі болмаған Рыбакина Ресейде бұл көмекті іздеді, бірақ таппады. Көмек ұсынылмағандықтан әкесі біздің елге көшіп келуді шешті. Бұл жақта оны қабылдады. Біздің федерация сол кезде қалайша бұны керемет шешімді қабылдағаны әлі белгісіз. Не дегенмен біздің федерацияларда болып жатқан былықтар өте көп екені мәлім ғой. Оны өткен жолы шахмат федерациясының даулары жайында шыққан шығарылымнан көре аласыздар. Теннис федерациясы Рыбакинаға 4 жылдан бері барлық жағдайын жасады. Теннис жалпы арзан спорт емес. Корт жалдауың бар, жабдықтары бар, жарыстарға барып келуің бар, бапкерің бар, тағысын тағы. Демек бұл уақыт аралығында Қазақстан Рыбакинаға өте көп көмек көрсетті. Өте көп қаражат жұмсады. Сондықтан бұл жерде федерация үлесін ескеріп, спортшының жеңісін Қазақстанның толыққанды жеңісі деп санау заңды. Ал енді кениялық спортшыға келсек, жалпы кениялық спортшылар кейсі өзгеше. Неге десеңіз, олар біздің елде тұрмайды, көшіп келген емес. Тренер де кениялық. Сол жақта жүріп, жаттығып, тек жарысқа барғанда Қазақстан атынан шығады. Біздің шенеуніктерге тек нәтиже керек. Әлемдік жарыста жеңсек те елде жеңіл атлетика дамымайтыны анық. Тиісті стадионы жоқ елде спорттың дамуына кениялық спортшы жеңіп алған медаль көмектеспейді. Сол себепті халық бұл жарыста оларға қолдау білдіріп, жанкүйер болып отырған жоқ. Жалпы кениялық спортшылар кейсі бірнеше елде пайдаланылады. Кезінде Ресейде де бірнеше кениялық спортшыға азаматтық беріп көшіріп алған. Тіпті оқуға түсіріп әбден бейімдеуге тырысқан. ақш-тың атынан жеңіл атлетикада өнер көрсететін кениялықтар бұрыннан бар. Бір жылдары кениялық ағайынды кетерлер екі елдің атынан шыққан кездері де болды. Біреуі ақш құрамасында өнер көрсетсе, бауыры Бахрейн құрамасында болған. Қызығы, дәл қазір жүріп жатқан әлем чемпионатында Нораның басты қарсыластары кениялықтар. Бірі Кения атынан, екіншісі Бахрейн атынан жарысқа қатысуда. Демек, қайсы жеңсе де 3 медальды да кениялық қыздар алады. Спорт комментаторы Сергей Райлянның айтуынша, Джерута алтын медаль алса да, қазақстандық балалар жеңіл атлетикаға бірден келмейді. Мұнда теннис пен жеңіл атлетика арасында параллель жүргізуге болады. 2007 жылдан бастап Қазақстан елге шетелдік теннисшілерді шақыра бастады, және ұлттық құрама Дэвис кубогының ширек финалында өнер көрсетті. Рыбакина биыл жекелей сында Уимблдон жеңімпазы атанды. Ярослава Шведова Уимблдонның жұптық сайысының финалына шығып, 2010 жылы ақш ашық чемпионатының жеңімпазы атанды. Елімізде теннис корттары көптеп салынуда. Қазақстандық балалар 14 жасқа дейінгі халықаралық жарыстарда жеңіске жетіп үлгерді. Бірақ жеңіл атлетика үшін бізде инфрақұрылым жоқ. Өскеменде Ольга Рыпакова атындағы манеж бен Елордада жабық манеж бар. Бітті. Халықаралық жарыстарды өткізуге Алматыдағы орталық стадион ғана қолайлы. Сонда балалар қайда жарысады? Олардың дайындалатын жері жоқ. Әрбір елде өзіне тән қоғамның басым бөлігі айналысатын, тіпті қандарына сіңіп, соған қабілеті басым спорт түрі болады. Мысалы, Қазақстанда бокс, күрес, футбол сынды спорт түрлеріне қызығушылық басым. Әрине, футболда қабілеті қатты ашылып кетті дей алмаймыз. Дегенмен үстемдік осы спорт түрлерінде. Дәл солай Кенияда басты спорт түрі жүгіру. Ол жақта екінің бірі көптеген елдердің кәсіби спортшыларынан озып кетеді. Бәсекелестік деңгейін айтпаса да түсінікті. Сол себепті олар өзге елдің туын желбіретуге дайын. Әлемдік жарыстарға қатысып, өз деңгейін көрсету үшін, олимпиада жүлдегері атану үшін жасалатын дүние әлемдік тәжірибеде бұрыннан бар, әрі тыйым салынбайтын процесс. Қазақстан 2005 жылдан бері шетелдік спортшыларды шақырып келеді. Естеріңізде болса, 2012 жылы Қазақстанның атынан олимпиадаға Қытайдан келген Зульфия Чиншанло мен Майя Манеза, ресейлік Светлана Подобедова қатысып, үшеуі де Лондонда алтын жеңіп алған. Артынан 2016 жыл допинг пайдаланды деген айыппен жүлделерін қайтарған еді. Мәселе алтында алып қайтарғандарында емес. Сол 2012 жылда
Бұл зілтеміршілер Олимпиадада Қазақстан туын көтерді деп халық қуанып, ешбір адам сын айтпаған. Қызығы биыл Рибакинаға орыстың қызы деп тиісіп, нәсілшілдік танытуларында. Жалпы Қазақстан атынан үлкен жарыста жүрген легионерлер өте көп. Олардың қатарына 2016 жылы Риода қатысқан Әзербайжаннан келген зілтемірші Нижат Рахимов, Монғолиядан келген дзюдоист Галбадрах Отгонцэцэг, 2016 жылы Ресейден келген биатлоншы Елена Христалевалар жатады. Бұлардың барлығы Олимпиадада биік жетістіктерге Қазақстанның атынан қатысқан кезде жетті. Қазақстанның спорт федерациялары легионерлерді шақыру, спортты насихаттау, балаларды спортқа баулу, ішкі чемпионатта бәсекелестікті арттырудың бір жолы деген пікірде. Ал халық өз кезегінде бұған қарсы. Біздің елде спортты қолдамаса, қажетті деңгейде жабдықтандырып, спортпен айналысуға жағдай жасамаса, үнемі легионерлердің арқасына танылып, жеңіс бізге толыққанда тиесілі ме, жоқ па деген даудан шыға алмаймыз. Бұны жою үшін алдымен жағдай жасалу керек, балалар спортын дамыту керек. Жалпы спорт мәдениетінің қалыптастыруымыз керек. Баланы тек елде беделді саналатын бокс, футбол сынды спортқа бермей, балаға таңдау мүмкіндігін беру керек. Қабілет ашылғанға дейін бірнеше салада бағын сынап көріп, жанына жақынын таңдаса, бала бұл ісінен ешқашан бас тартпайды. Әрі масштабты деңгейде армандап, үлкен жетістіктерге жетуді мақсат етіп алып, соған талпынады. Ата-ана өз кезегінде баланың таңдауын қабылдап, оны қолдау керек. Федерацияларды қаржыландыру барынша ашық болу керек. Қорыта айтқанда, Қазақстан туын желбірететін спортшыларымызды өзіміз баптап, дайындауға тырысу керекпіз. Құрметті көрермен, талқыланған тақырыптар бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. WhatsApp, Instagram желілері арқылы тарасаңыздар да болады. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.